сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Қызық екен арнасы. Бүгінгі шығарылымды дүниеге келетін баланың ұл немесе қыз болуы кімге байланысты деген тақырыпта өрбітетін боламыз. Ұл болсын, ұл туар, ұл жалғас, ұлжан секілді қыздардың ата-аналарына арналады. Тақырып қызық болса, бейнероликті соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Жалпы тақырыпты ашу үшін ғалымдардың зерттеулерін және де шетел баспасөздерінде жарияланған мақалалар мен зерттеу жұмыстарын басты назарға алатын боламын. Әдетте біздің халқымыз ер бала дүниеге келсе ерекше қуанады, ал қыз бала көптеп туылса әйелдеріне, келіндеріне қыз туа бересін деп эмоционалды түрде қысым көрсетеді. Біріншіден, баланың ұл немесе қыз болуы тек қана Аллах тағаланың қолында. Қалған күнтізбе, бала жоспарлау, қан тобы сияқты әдістер тек қана көмекші құралдар. Олар ешқашан 100% нәтиже бермейді. Дегенмен осы тақырып маған қызық болды. Ал ендеше кеттік. Сіздер арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен ары қарай осы тақырыпты өрбітетін боламын. Кім көбірек ұл немесе қыз болғанын қалайды? Болашақ ата-аналар жүктіліктің басында бір-біріне осындай жиі сұрақ қояды. Болашақ баланың жынысына деген көзқарас әркім үшін әртүрлі. Баланың жынысы қандай факторларға байланысты екенін сөйлесек. Халықтың санасындағы бірнеше мифтерге тоқталып өтейін. Қанның жаңаруының қызықты теориясы бар. Халықтың айтуы бойынша әйелдерде қан 3 жылда 1 рет, ал еркектерде 4 жылда 1 рет толығымен жаңарады. Баланың ата-анасының жынысы болады. Осы тұжырымдамаға сәйкес, оны білу үшін әйелдің жасын 3-ке, ал ер адамның жасын 4-ке бөлу керек. Әрине, бұл теорияның ғылыми дәлелі жоқ. Француз зерттеушілері былай дейді. Олар зерттеу жүргізіп, көптеген отбасыларды талдап, натрий мен калий жоғары тағамдарды ұнататын отбасыларда ұлдар жиі туылады. Ал кальций мен магний басым болған жерлерде қыздар туылады деп қорытындыға келеді. Бірақ бұл деректердің әлі күнге дейін нақты дәлелдері жоқ болып табылады. Баланың ұл немесе қыз болуы бір кездері тұқым қуалаушылық рөл атқарады деп сенген. Болжам бойынша, егер әкесінің әпкелері болса, онда оның өзі қыз туады, ал егер ағалары болса ұл. Мұны тексеру үшін швед ғалымдары 1932 жылдан бастап отандастарының отбасыларын талдауға шешім қабылдайды. Ешқандай байланыс табылған жоқ. Ауқатты отбасыларда ұлдар жиі туылады деген теория да расталмады. Табиғаттың алдында бәрі де тең. Әрі қарай медицинада американдық профессор Шетлздің дәлелденген ғылыми теориясына сүйенер болсақ, баланың ұл немесе қыз болуы ерлердің сперматозоидтарына байланысты. Сперматозоидтың 2 түрі болады, яғни X хромосомалы сперматозоид, Y хромосомалы сперматозоид. Жұмыртқа жасушасын Y сперматозоид ұрықтандырса, ұл бала, X сперматозоид ұрықтандырса, қыз бала пайда болады. Зерттеуге қарасақ, баланың жынысын қай кезде ұрықтанғанына қарай анықтауға болады. Y сперматозоид өте жылдам болады, бірақ өмір сүру уақыты аз. Сондықтан, егер овуляция кезінде қатынас болатын болса, онда жұмыртқа жасушасына Y сперматозоид X-ке қарағанда жылдам жетіп, оны ұрықтандырады. Соның нәтижесінде ұл жынысты ұрықтандырады. Ал керісінше, егер жыныстық қатынас овуляцияға дейін болатын болса, онда қыз бала ұрықтандыруы мүмкін. Өйткені X сперматозоидтар жай қимылдайды және өмір сүру мерзімі ұзақ келеді. Олар жойылып кетпей, овуляция болуын күтіп отырады дейді зерттеушілер. Сондай-ақ, баланың жынысына ата-аналар арасында қарым-қатынас, стресс деңгейі, ерлер мен әйелдердің гормондары да әсер етеді.